Абдолла Қарсақбаев атындағы нөмір 41 жалпы білім беретін мектептің 4-ші А сынып оқушысы Еркін Әлинұр. Мен күзгі демалысымда көп кітаптарды оқыдым. Соның бірі қазақ халық ертегісі «Алтын сақа». Алтын сақаның басты кейіпкерлері байдың баласы, жалмауыз кемпір, баланы құтқарған түлкілер, иттер, қарлығаштар. Бала кішкентай кезінде қарлығаштарға көмектескен, қарлығаштар да балаға көмектесіп, иттерді көмекке шақырады. Иттер жалмауыз кемпірді талап ұстайды. Бала үйіне аман-есен қайтады. Соңында жалмауыз кемпірдің қызы келіп шешесін кім өлтіргенін іздейді. Иттердің ізіне тап болады. Ол байдың үйіне келеді. Иттердің күші шамасы жетпейді. Мұны көрген бала садақпен 2 рет атады. Сөйтіп қыз өліп қалады. Сол кезде өзі де, елі де жалмауыздан құтылады.